Қайырлы күн студенттер, бүгінгі сіздермен өтілетін жаңа тақырыбымыз бұл волейбол ойын әдістерінің негізгі ұғымдары мен жіктелуі. Волейболдың мәні мен мақсаты, яғни волейболдың мәні волейбол бұл командалық спорт түрі. Онда екі командадан тордың екі жағында орналасады. Ойынның мақсаты допты тордың үстінен қарсыластың алдына өткізу. Бұл қарсыластарға допты қайтаруға мүмкіндік бермеуі керек. Әр командадағы ойыншылар допты жерге түсірмей, бір-біріне пас бере отырып, қарсыластың алаңына жеткізуге тырысады. Ұпай алу үшін допты қарсыластың алдына түсіру немесе қарсыластың ереже бұзуын күтуі қажет болып табылады. Жалпы мақсаты осы болып табылады. Волейбол алаңы мен ойыншылары. Волейбол алаңы тікбұрышты пішінді өлшемі, алаңның өлшемі 18-де 9 метрден тұрады. Ойын алаңның ортасына тор орналасады. Тордың биіктігі ерлер үшін 2-де 43 метр болса, әйелдер үшін 2-де 24 метр болады. Әр командада алаңда 6 ойыншыдан тұрады. Ойыншылардың позицияларына келетін болсақ, байланыстырушы, яғни байланыстырушы бұл команданың шабуылдарын ұйымдастырады, допты шабуылшыларға жеткізеді. Шабуылдаушы шабуыл жасайды, қарсыластың алаңында допты түсіруге тырысады. Қызметі сол болып келеді. Либеро қорғаныс ойынында маманданған ойыншы алаңның артқы жағында орналасады, допты қабылдау және қорғаныс жасайды. Қанаттағы ойыншылар шабуыл мен қорғаныста белсенділік танытады. Орталық блоктаушы қарсыластың шабуылына тосқауыл қояды, блоктау жасайды. Яғни бұл жерде волейбол ойында білесіздер 6 ойыншы, яғни әр ойыншының өзінің тұрыстары, өздерінің тұратын орындары болады. Ал шабуылға шығатын 2, 3, 4, яғни волейбол ойында жарты алаңның өзінде, мысалы 2-ке бөлінеді, алаңның өзі шабуылдаушы және қорғанатын алаң деп. Сол шабуылдайтын көбірек шабуылға қатысатын ол 2, 3, 4-тегі тұратын ойыншылар көбірек шабуылға қатысса, 1, 5, 6-дағы тұрған ойыншылар көбірек қорғаныспен жұмыс жасайды. Волейбол ойында тағы айтатын болсақ, волейбол ойыны да жалпы доптың салмағы 260-280 граммнан тұрады. Доптың диаметрі болатын болса 64-66 сантиметрден тұрады. Жалпы волейбол ойыны білесіздер, ақш-та Массачусетс қаласында, штатында ойлап тапқан. Жалпы 6 ойыншыдан тұратын ойын түрі болып табылады. Волейбол ойынның әдістерінің жүктелуі. Яғни волейбол ойында қолданылатын әдістер шартты түрде 3 топқа бөлінеді. Оларға келетін болсақ, шабуыл әдістері: доп беру, яғни допты ойынға қосу. Ойынды бастаудың негізгі әдісі төменнен жоғары бүйірден беру түрлері бар. Допты дұрыс бағыттау және қарсыласты қиындықты туғызу маңызды. Яғни бұл допты беру, яғни подача деп атаймыз ғой. Подача ең бірінші ойынды бастап беретін тәсілдердің бірі. Мысалы, сенің подачаң қандай қиындықпен баратын болса, қарсыласта соншалықты қиын допты қабылдау қиын болып, немесе ұпайды жоғалтып алу мүмкін, немесе жай ғана сендерге қарап қайталап лақтыруы мүмкін, және өздерінің шабуылында ары қарай жалғастыруы мүмкін. Сол үшін ең бірінші болып кезекте подача болатын болса, сол подачаны міндетті түрде дұрыс ұру және ашық аймаққа қарай ұрған жөн болып табылады. Одан кейін шабуылдау соққысы. Қарсыластың алаңында ұпай әкелетін негізгі әдіс. Соққының түрлері тура соққы, қиғаш соққы, айналма соққы болып бөлінеді. Алдау. Шабуыл кезінде қарсыласты алдау үшін қолданылатын әдіс. Мысалы, қысқа соққы, одан кейін скидка деп атаймыз ғой, солар кіреді. Яғни бұл жерде волейбол ойында тек қана барлық нәрсені соққымен ғана шектелмей ғана скидкамен немесе сіздерге шыққан блок
блокқа шыққан спортшының артына тастау, сондай нәрселерді ұйымдастыру керек. Барлық нәрсе ол соққымен ғана шешілмейді. Яғни ойыншының бос, яғни қарсыластарыңыздың бос кеңістіктегі жерлерге де допты лақтырған дұрыс болып табылады. Қорғаныс әдістері: блоктау, яғни қарсыластың шабуылына тосқауыл қою, қарсыластың алаңына допты қайтару. Яғни шабуыл жасаған кезде бір блок немесе 2 блок, 3 блок қоюға болады. Сол әдіс қорғаныс әдісі болып табылады. Допты қабылдау: допты қарсыластың шабуылынан кейін қабылдау, командаластарға беру. Яғни бұл жерде подача болсын, соққы болсын, соның ең бірінші қабылдайтын допты қабылдау кезінде әрине барлық нәрсе сол допты қабылдау кезінде шешіледі. Яғни сендер пас берушіге допты қалай қабылдап бересіңдер, сол пас беруші соған қарай ыңғайлап дұрыстап пас шығарып береді. Егер сендер ыңғайсыз пас берсеңдер, оған доп жетуге, мысалы, пас беру өте қиын болып, пасты дұрыс жеткізіп бере алмауы мүмкін. Сол үшін допты қабылдау бұл волейбол ойынында керек әдістердің бірі болып табылады. Сақтандыру: яғни блоктан өткен немесе ойыншы қателік жіберген жағдайда допты сақтандыру керек болып табылады. Одан кейін бізде доп беру, яғни допты жоғарыдан беру байланыстырушының негізгі әдісі шабуылшыларға допты жеткізу үшін қолданылады. Допты төмен допты қабылдау және қорғаныс кезінде қабылдау болып табылады. Волейболдың жалпы ережелеріне келетін болсақ, волейбол ойында ойын допты берумен басталады. Допты 3 реттен артық ұруға болмайды, блоктауды есептемегенде. Мысалы, сіздерде көпшілігімізде осындай қателіктер кетеді. Яғни блокқа тиіп, оны бір рет тиді деп есептейді көп студенттер. Ол қате болып табылады. Ол блок, ол қорғаныс әдісіне кіріп, оны есептемейді. Одан бөлек 3 рет тию керек болып табылады. Допты торға тигізуге болмайды. Яғни доп тигізген уақытта қайтарып алуымыз керек, ол қиын болып қалады. Негізі жалпы қолдар тимеу керек, ойыншының денесі тимеу керек деген сияқты. Ойыншы тордан өтіп кетуге болмайды, яғни табанынан бастап дейміз ғой. Ойыншы ұрған шабуылға шыққан кезде немесе пас берген кезде аяғы өтіп кетпеуі керек болып табылады. Ереже бұзу нәтижесінде ұпай беріледі, яғни қарсыласқа ұпай берілетін болады. Әр партияда ұпай санына жету, яғни 25 ұпайға жету керек. Кемінде 2 ұпай айырмашылығымен жеңіске жетілу керек болып табылады. Қорытынды келетін болсақ, волейбол кең таралған командалық спорт түрі. Ойынның мақсаты допты тордан үстіне өткізіп, қарсыластың алаңына түсіру. Ойыншылардың рөлі, шабуыл және қорғаныс әдістері, тактикалық схемалар волейбол ойынының негізін құрайды. Ойыншылар допты беру, шабуылдау, тосқауыл қою сияқты әдістерді қолдана отырып, командалық жұмыс арқылы жеңіске жетеді. Волейбол дене шынықтыруға, командалық рухқа және стратегиялық ойнауға ықпал ететін пайдалы спорт түрі. Ойын ережелерін білу және әртүрлі әдістерді меңгеру ойынды қызықты және тиімді етеді. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз осы, волейболдың жіктелуі болып табылған. Бүгінгі тақырып осы. Барлық түсінікті деп ойлаймын.